Балаларыңызға сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Астанада 2 бала жұтып қойған ойыншықтан жаза бола жаздады. 1,5 жасар бала бірнеше күн ішінде ішкен тамағын құсып, іші ауырған. Ата-анасы тамақтан уланып қалды деп ойлаған. Әуелі дәрігерлер ішек инфекциясын іздейді, алайда бірнеше күннен кейін кішкентай қыздың дәретке бармай жүргенін байқайды. Шұғыл хирургия бөліміне алып барады. Балаға ішектің бітелуі диагнозы қойылды. Олар асқазанына түскен кішкентай шарик гидрогелейді болып шықты. Ондай заттар суға түскенде үлкейеді. Медициналық көмек уақытында жасалмаса, адам қайтыс болады. Қазіргі кезде баланың жағдайы жақсы. Фатимамен қатар тағы бір бала ауруханаға түскен. 11 айлық сәби де шарик жұтып қойған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де балалардың денсаулығыменен қатаң түрде шұғылдануыңызды сұранамыз.